Саламатсыздар ма? Бүгінгі видеода біз болгар бұрышын қыс мезгіліне дайындаймыз. Алдымен орта көлемдегі бұрыштарымызды алып, жуып, тазалап, дайындап аламыз. Осындай мәнті қазанымызды алып, ас жағына суымызды құйып, осындай листімізді тескері қарап аударамыз, газдың үстіне қоямыз. Газымыздегі суымыз қайнап шыққан соң, болгар бұрыштарымызды, егер ірілеуі немесе еті қалыңдау болса, үсті жағына теріп шығамыз. Міне осылай теріп шығып, 10 минут шамасында мен қазір уақытты белгілеймін. Осылай жартысына дейін толтырамыз, көп толтырмаймыз, себебі астыңғы жағы жұмсарады суға. Осылай стерилизация болады, ал жоғары жағы жақсы болмай қалады. Осылай жартысына дейін алып барамыз. Осылай жартысына дейін алып барып, қазір осыны стерилизация жасаймыз. Газымыздың үстіне қойып алып, қақпағын жауып қоямыз. Міне осылай бұрыштарым қайнап шықты, уақытты белгілейміз. Міне осылай менде тура 10 минут қазір парланды. Арада қақпағын бір рет ашып, осындай жоғары жақтағын шамалы төменге түсіріп жібердім. Міне қазір бізде 10 минут парланды, міне осылай шамалы жұмсақтау, ыстық, абай болыңыздар. Астына отын төмендетеміз, себебі бұл қатты шығып жатыр. Қазір екінші партиясын аламыз, сондықтан астына отын жай ғана төмендетіп қоямыз. Міне осылай суыны шамалы осылай төгіп жіберіп, бір легенімізге немесе бір табағымызға салып тұрамыз. Қазір бұл шамалы суиды, 2-3 минут суыған соң банкамызға стерильный, жылы банкамызға, жылы болу қажет. Банкамыз суып қалған болмау керек, себебі болгарскийлеріміз міне ыстық болып тұрыпты. Міне осылай жиып алып, артынан екінші партиясын саламыз. Міне осылай жай ғана мен ляганға жиып жатырмын. Сонда біз осы болгарскийлерімізді сыртынан стерилизация жасамаймыз, және банкаға түскен кезде өте осыны экономичный болады. Аз место занимать етеді банканың ішінде. Аз осыны ыстық неміздің үстіне екінші партиясын осылай салып жатырмыз. Тағы да осылай тура жарты манты қазан жартысына дейін салып тереміз. Көп теріп қойсаңыздар, үлкен ірілеуін шамалы астына салып жібереміз. Көп салып қойсаңыздар, жоғары жағы жұмсамайды, ал астыңғы жағы былжырап кетеді. 10 минут осылай стерилизация жасаймыз. Міне қыздар, осылай біз банкамызды, стерильный банка ас содасымен жуылып, стерилдеді. Міне қазірде ыстықтау болып тұр, жылылау болып тұр. Мұздай болмау қажет. Егер мынауыңыз мұздай, банкаңыз мұздай болып жатса, стерилизация жасап болып, арада бір уақыт өтіп, банка мұздай, немесе мынауыңыз қазір міне ыстық болып тұр, мен қазір шығарып алдым дегенге. Қазір осы ыстықты мен мұздайға салатын болсаңыз, банкаңыз қазір тарс етіп сынып кетеді. Сондықтан мынау да жылы болу керек, мынау да ыстық болу керек. Қазір енді асты жағына тереміз. Астыңғы жағына ірілеуін тереміз. Осынай үстін салып жатсаңыздар, жаймен өзі төмендейді, бірінің үстіне бірі басылып. Ал егер біз осындай парламай, стерилдемей салатын болсақ банкамызға, өте көп жай алады осы банкамыз ішіне. Сондықтан осындай стерилизация жасап тереміз. Қорқпай сала беріңіздер, қатты баспаңыздар, өзі жаймен басылады. Қазір бұл аздау тұрған соң тағы да төмендейді. Тағы да төмендеген соң үстіне тағы да азырақ осындай шеттеріне болгарскийлерімізді салып жібереміз. Екінші партия қойған болгарскиіміз дайын болғанға дейін қақпағын, стерильный қақпағын үстіне жауып қоя тұрамыз. Сол сәтте шайнегімізге суды құямыз, себебі қазір үстінен тұз, лимон қышқылы және суымызды құямыз. Міне осылай қазір 2-3 литрлік банкама салып алдым, нығыздап салып алдым. Қазір әрбір банкамызға бір ас қасық тұздан толтырып, бір ас қасық тұздан саламыз. Әр банкамызға. Қорқпаңыздар, бұл көп болып кетпейді. Егер аз тұз салсаңыздар, осына формасын ұстамай, былжырап, кейін қыста осыны ашқан кезде, ішіне начинкамыз толтырған кезде былжырап, формасын ұстамай қалады. Міне осылай біз тұзымызды салып алдық бір ас қасықтан. Кейін кәдімгі лимон қышқылын саламыз. Әрбір 3 литрлік банкамызға
1 шай қасық үстіні мына осылай толтырмаймыз. Толтырмай, әрбір банкамызға осына лимон қышқылын салып шығамыз. Толтырып жібермеңіздер, қышқыл тартып кетеді дәмі. Міне осылай 1 шай қасық әрбір банкамызға салып, осы сәтте қазір ыстық, қайнап тұрған ыстық суды құямыз. Қайнап тұрған ыстық су болу қажет, қыздар. Суларымызды қайнатып дайындап тұрамыз бұндай кезде. Бір құйып болған соң, 1-2 минут күте тұрамыз. Мына жердегі астығындағы бос кеңістіктер толады, қыздар. Суымыз азайып барады. Үстіне тағы да су құямыз. Су құйған соң тағы да төмендеді. Үстіне тағы 1-2 болгарский салып жібердім. Міне осылай толтырып, суын толтырып құямыз. Міне болды, осылай суымызды құйдық. Қақпақтарын жауып, жақсылап бұрап тастаймыз. Міне достар, осылай балғар бұрышыны біз қысқа дайындап алдық. Қазір осыларды крышкасын төмен қаратып, үстіне одеял жауып қоямыз. Толық суыған соң қараңғы және салқын жерде сақтаймыз. Қыстың күні кәдімгідей ашып, мұздай сумен 1 рет шайып жіберіп, ішіне начинкасын салып, кәдімгідей пісіріп бересіздер. Уксустан иісі шықпайды, себебі біз осындай лимон кислотамен жаптық. Сіздер де жауып көріңіздер, жылдап сыналған рецепт. Өзім осы рецепт бойынша шамамен 10-12 жыл шамасында жабамын. Кішкене кезімізден осыны көріп өскенбіз. Анамыз осындай жабатын, қыстың күні кәдімгідей ашып, бізге долма жасап беретін. Сіздер де қорықпай жасап көріңіздер. Егер сіздерге пайдам тиетін болса, өте қуаныштымын. Видеоның астында комментарийге пікір қалдырыңыздар, жасап көрсеңіздер. Кері байланыс күтем. Видео ұнаған болса, арнама тіркеліп жазыңыздар. Подписаться батырмасына басып, колокольчикке бассаңыздар, сіздерге келе жатқан жаңа видеоларым сіздерге түсет, кәдімгідей өткізіп алмай көресіздер. Сіздермен бірге болған Диана, сау болыңыздар.